Барлықтарыңызға сәлем, құрметті көрермендер, Әсем Гүлдер каналына қош келдіңіздер. Менің есімім Әсем. Бүгінгі түсірілімдерде мен қазіргі кезде қиярды егіп бастайын деп жатырмын. Ол не үшін? Яғни бұйыртса көктемгі уақытта қиярды ерте жеу мақсатында. Яғни менде жылыжай бар, білесіздер барлықтарыңыз. Егер бұрыннан келе жатқан көрермендер болса, жаңадан келе жатқан көрермендер болса, менде айтайын сіздерге жылыжай. Барлықтарына сәлем, құрметті көрермендер. Әсем Гүлдер каналына қош келдіңіздер. Менің есімім Әсем. Бүгінгі түсірілімдерде мен ертерек жеу мақсатында, білесіздер жылсағадай жаңадан қосылып келе жатқан көрермендер болса айтайын, мен осындай уақыттар жайлап қиярды егіп бастаймын. Себебі мамыр айларында жайлап қияр жеу мақсатында, сол себептен аз-аздау ғана егемін. Алдыңызда көріп тұрсаңыздар, екі гүлдің горшогы, яғни ыдысы, соған жайлап мен топырақ салып егемін. Бірақ алдын ала қиярды мен міндетті түрде суға шығарып аламын, яғни мақтаға қазір көрсетемін. Міне қараңыздар, осы 2-3 күн бұрын қиярды салып қойған болатынмын, тек қана 3 тоқ қана салған болатынмын. Үшеуі де көріп тұрсаңыздар, үшеуі де шығып тұр. Енді кезекте біреуіне екеуін саламын, және біреуіне немесе бір одноразовый стаканға саларым шығарым қазір. Ана екеуін тағы осындай стаканға салып әрі қарай өсіре беретін боламын. Себебі бұдан топырақты толтырмай саламын осылай. Содан кейін барып шыққан сайын өсіріп отыратын боламын. Міне қиярды жайлап ектім. Еккенде қазір көрсетейін. Міне мысалы біреуін стаканға және үшеуін ектім. Ең бірінші астына кез келген туалетный бумага болсын, немесе жаңағыдай кез келген жұқа қағаз болса салсаңыздар болады, яғни салфетка қағаздар болса, себебі топырақтың бәрі түсіп кетеді. Астындағы тесігі енді қанша дегенмен үлкен, жайлап біртіндеп тамырлары барлығы су құйған сайын ол шіріп кететін болады. Енді кезекте мен үшеуіне салдым. Топырақты көріп тұрсаңыздар, міне өте аласа қидым. Себебі жаңағыда салдым. Себебі егер көп салсаңыздар, қанша дегенмен қияр созылады. Себебі қазіргі кезде күн әлі де аз, сол себептен шамалы салдым. Жайлап шыққаннан кейін өзінің өскеніне байланысты, мысалы созылып кетіп жатса, астына топырақ салсаңыздар, сол жерден тамыр шығатын болады. Яғни сіздердің қиярыңыз сол топырақ салған сайын бойында жаңа ұзарып кеткен жеріне байланысты қалыңдай береді. Сіздерге мысалға көрсетейін. Қызанақ бар менде, қазір сол қызанақтан сізге көрсетемін. Енді қараңыздар, мына жерде мен деген топырақты бетіне салдым. Ешқандай да су шашқан жоқпын. Неге? Себебі топырақтың өзі дымқыл. Егер көп салсаңыздар, топырақтарыңыз жаңағыдай су дымқылданып шіріп, ішінде қиярларыңыз бәрі шіріп кетуі мүмкін. Сол себептен топырағыңыз алдын ала ылғалдан жаңағыдай ылғал қылып істеп алыңыздар. Жаңағыдай қолға ұстағанда төгіліп тұратындай етіп, содан кейін барып осылай қиярларға салсаңыздар, қияр ешқашанда дымқылдықты ұнатпайды. Кез келген нәрсе сияқты, яғни черная ножка деп аталатын болезнь бар, білесіздер, ауру. Егер сол болса, тамырынан тек сразу жаңағы сабағынан шіріп өліп қалады. Сол себептен топырақты көп құймайсыздар, тек бетіне осы одноразовый мешокпен жауып қойсаңыздар болады. Міне біреу мысалға көрсетіп тұрмын, яғни осылай мешокқа салып жылы жерге қойсаңыздар болады. Енді шығып келе жатыр деген кезде тек бірден жарық жерге апарамыз. Енді міне мысалға қараңыздар, алдарыңызда көріп тұрсаңыздар қызанақ, яғни гормон деп аталады. Бұл қызанақтың аты сорты, яғни ертерек егу мақсатында еккен болатынмын. Мороженый етін білесіздер, сіздермен бірге еккен болатынмын. Енді соны сіздерге осылай мысалға көрсетейін. Қияр да қызанақ та бір-біріне ұқсайды. Мен осылай көбінесе осылай аз қылып саламын. Міне көріп тұрсаңыздар, барлығы енді қараңғы жерде өскесін, кішкене созылып кетті. Ендігі кезекте мен созылып кеткендіктен кішкене топырақ салып жіберуім керек. Сіздер негізі бұны әлі салмау өсе әлі шығып жатқандар бар, бірақ та сіздерге мысал ретінде қазір көрсететін боламын. Қиярды сөйтіп жайлап өскеніне байланысты солай қиярға да топырақты салатын боламын. Мысалы топырақ, соны аламыздар да осылай тек салып шығамыз. Яғни бетіне дейін келген кезде, біз осылай салған кезде, сонан бойынан, қызанақтың бойын барлығынан тамыр шығатын болады. Солай мен бірге болыңыздар, алда уақытта көп түсірілімдер болады, және тұқымға тапсырыс беруді ұмытпаңыздар. Қазіргі кезде акция жүріп жатыр. 5.000-ға, 2.000-ға жасасаңыздар, көптеген скидка болып жатыр. Енді алла бұйыртса көктемде жаңағыдай көшеттер жіберуді бастаймын. Әзірге бізде қар кетпей жатыр, сол себептен кішкене ертелеу. Сонда да бірақ оған дейін тұқымдарыңызды ала беріп, осылай мен сияқты еге берсеңіздер болады. Қазіргі кезде таңда білесіздер, барлығы қымбатшылық. Тұқымдардың өзі қазір 200 теңгеден 300 теңгеден көтерілді. Сол себептен менен алғандарыңыз
өте тиімді болады деген ойдамын. Кез келген ауылға жіберемін. Және де көріп тұрсаңыздар, барлығы да өзімнің тұқымдарым, міне барлығы да шығатын болады. Сау болыңыздар.